Ешқандай оқтаумен жаюды қажет етпейтін және қамыр илеп отырмайтын осындай ең оңай 30 минутта дайын болатын медовик тортын жасаймыз. Жұмсақ болып шығады. Мен ыдысқа сары майды саламыз және де оның үстінен таза медті салып отқа қоямыз. Жаймен қайнай бастағанда 1 шай қасық ас содасын салып араластырып тұрамыз. Үздіксіз осылай қоңырқай түске енгеннен кейін оттан аламыз. Және 4 жұмыртқаның үстіне шекерді салып миксерлеп аламыз. Оның үстіне жаңағы массамызды құйып тағы да миксерлейміз. Онда 2 бөлікке бөліп саламыз. Алдымен осылай араластырып алып, ары қарай миксерлеп, осымен қоспамызды дайындап алдық. Пергамент қағаз төселген табаға 2 бөлікке бөліп салып аламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 8-10 минутта пісіріп аламыз. Қайнатпалы крем дайындаймыз. 2 жұмыртқаның сарысына шекерді қосып араластырамыз және кукуруз крахмалын, сүтті құямыз және дәміне қарай осылай ванилин қоссаңыздар болады. Отқа қоямыз. Осылай үздіксіз араластырып тұрсаңыздар қоюланады. Кішкене суығанша бетін жауып қоямыз. Корждарымыз суығаннан кейін осылай екеуін бірге қоямыз және шет етін алып алатын боламыз. Шет еті бізге қазір бетін әсемдеуге керек болады. Және корждарымызды теңдей бөлікке бөліп алғаннан кейін арасына қайнатпалы кремімізді жағып шығамыз. Крем өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осылай жан-жағына толықтай жағып алғаннан кейін тортымыздың жан-жағын әдемілеп ситаның көмегімен осылай әсемдеп шығамыз. Осымен тортымыз дайын. 2-3 сағатқа холодильникке салып қоясыздар міндетті түрде. Содан кейін барып кесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.